Елімізде екінші толқынды жекешелендіру жұмыстары бастау алды. Осы науқан аясында республика бойынша 853 нысан жекешелендіруге жататын болса, оның ішінде мемлекет меншігіндегі мекемелер де бар. Ал аталған науқан өңірімізде қай деңгейде жалғасын тауып жатыр? Бұл туралы тілшіміз әңгімелейді. Облыс бойынша 47 нысан жекешелендіруге кірістірілген. Оның ішінде республиканың балансындағы Қосбірдей, Арман шипажайы акционерлік қоғамы мен РМК оңтүстік Қазақстандық мемлекеттік фармацевтикалық академиясы. 28-і коммуналдық, 14-і ұлттық холдинг пен корпорациялар бар. Бүгінге дейін қалалық техникалық инспекциясы жекенің қолына өткізіліп үлгеріліпті. Жыл соңына дейін осысында 5 нысан жекешелендірілуі қажет дейді мамандар. Кәсіпкерлерге біз оны ұсыныс беріп отырмыз. Мына ғимаратты қазір мүмкіндік бар сатып алуға. Ертең мына ғимаратты олар келешекте банкке немесе басқа қаржы институтына қойып, оған қосымша тағы да қаржы алынып, дамытуға мүмкіндік бар. Мамандар жекешелендіру жұмыстарының елімізге тиімді тұстарының көптігін жеткізді. Яғни елдегі жеке бизнестің дамуына дем беріп, мемлекет қазынасынан шығатын шығынның салмағының азаятынымен байланыстырады. Елбасының саясатына сәйкес көп саланы жеке меншікке беріп жатырмыз. Дамыту үшін, кәсіпкерлікті дамыту үшін жалпы. Ол жерде сол үшін жағым айтып өткенде, осы палатантты рөл жоғары, осы жұмыстарды түсіндіріп айтып өту үшін. Сол үшін арнайы медиа жоспар құрылып жатыр. Осы медиа жоспарға сәйкес біз барлық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұқаралық ақпарат құралдарына айтып жатырмыз. Ағымдағы жылдың соңына дейін сатылуға тиіс нысандардың кестелерін тәртіпке сай тұрақты комиссия құрылып қадағалап келеді. Айта кетейік, сізде мемлекеттік нысандарды жекешелендіргіңіз келсе, қазреестер.kz веб-порталынан біле аласыздар. Таңшолпан Шамбай, Мұрат Адинаев, Сұлтан Бақшанұлы, ТВК телеарнасы.